Менің арнама қош келдің. Видеоны көрмес бұрын арнаға жазылуыңды сұраймын. Бұл канал сізге ұнайды деген ойдамын. Мұнда әртүрлі торттар, тәтті бәліштер, тағам түрлеріне қатысты видеоларды таба аласыз. Арнадан алыстамаңыз. Сәлем достар, сіз Біргемтектің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеоблогта біз сіздермен бірге қандай әдемі әрі дәмді Наполеон тортын әзірлейтін боламыз. Наполеон тортына қосылатын заттардың барлығы қолжетімді, кез келген үйдің жанындағы дүкеннен сатып алатын заттардан әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Біз Наполеон тортының қамырын әзірлеуге кірісеміз. Бізге 300 грамм сары май, тоңазытқыштан шыққан болуы қажет. Біз оны кубиктап кесіп қойдық. 500 грамм ұн, 200 грамм су. Біз оған уксусты сразу араластырамыз. Уксус 15 грамм қажет. Және аздап қана тұз қажет. Араластырамыз жақсылап. Суымыз мұздай болу керек, өте салқын болу керек. Сары майымызға үстіне ұн саламыз. Ұнымызды салдық. Енді сары майымызды былай алып шанышқылаймыз. Біздің қамырымыз дайын болып қалды. Мінекей, мынандай үгілмелі қамыр болу керек. Қолмен жақсылап бір араластырып жүрсеңіздер болады тағы да. Және енді біз қамырымызды біріктіру үшін жаңағы мұздай суымызды құямыз. Сөйтіп қамырымызды илейміз. Біз қамырымызды ағаш үстелімізге саламыз. Барлығын біріктіріп аламыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді біз аздап ұн сеуіп аламыз. Және қамырымызды дөңгелектейміз. Дөңгелектегенде біз бұны ұзартамыз бірінші. Бізге бөліктерге бөлу керек қамырымызды. Шамамен 15 бөлікке бөлеміз. Он 14 бөлікке бөлдік. Бізде 15 бөлік шықпай қалды. Яғни 14-15 бөлікке бөлеміз. Және де жеке-жеке шариктер жасап шығамыз. Қамырымызды жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Оған дейін крем әзірлейтін боламыз. Холодильникке қоймас бұрын міндетті түрде бетін жабу керек. Яғни бетін жауып, холодильникке қоямыз. Крем жасауға кірісеміз. Ең алдымен 1 литр сүтімізді қайнатуға қоямыз. Жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Араластырамыз. Енді қантымызды саламыз 250 грамм. $30 грамм крахмалымызды саламыз.
Крахмалымызды салдық, енді араластырамыз жақсылап. Енді сүтіміз қайнағанша күтеміз. Сармайды ең соңында қосатын боламыз. Сүтіміз қайнады. Біз мына смесімізді сразу сүтке құймаймыз, себебі жұмыртқамыз пісіп кету қаупі бар. Сондықтан біз сүтімізді бір жаулап, бірінші мына смесімізге құйып араластырып аламыз. Қайнатылмалы крем жасаған кезде жұмыртқамыздың пісіп кетпеуін қадағалауымыз қажет. Мінекей біздің жұмыртқамыз піскен жоқ, смесіміз бір-бірімен жақсы араласты. Енді оны қайта кастрюлемізге құямыз. Біз смесімізді қайта кастрюлеге қойдық. Енді тағы да баяу отта қайнатамыз. Біздің креміміз қоюланғанша баяу отта араластырып отырамыз. Біз креміміз дайын болғанша, яғни қоюланғанша баяу отта араластырып отырамыз. Біздің креміміз қоюлануда, мінекей. Тағы да 2-3 минут отта ұстап тұрамыз. Содан кейін алатын боламыз оттан. Біздің креміміз қоюланды, мінекей, әлі ыстық. Біз сармайымыз тез еру үшін ыстық кремге сармайымызды саламыз. Кремге біз 82% сармайды қолдандық. Ал қамырына кәдімгі 70%-дан жоғары сармайды немесе маргаринді қолдансаңыз болады. Енді біз креміміз салқындағанша күтеміз. Енді біз тоңазытқыштан алынған қамырларымызды жайып шығамыз. Аздап ұн себеміз. Біз 22-ші диаметрде пісіретін боламыз, сондықтан осымен размерін өлшеп жаямыз қамырымызды. Мінекей біздің 22-ші диаметрімізден кішкене артық шығып тұр. Біз осы қалпында пісіре береміз. Піскеннен кейін кесетін боламыз. Қалған қалдықтарын крошкалап торттың бетін әсемдеуге қолданамыз. Қалған барлық қамырымызды солай жайып шығамыз. Және біз қамырымыздың бетін шаншқымен тесіп, 200 градустағы пеште 7-10 минут пісіріп аламыз. Яғни алтын түстес болғанша. Барлық қамырымызды тура осылай жасап, тура осылай пісіріп аламыз. Қызып тұрған пешімізде 7-10 минут пісіріп аламыз. Бірінші диаметрімізді қойып аламыз. Және айналасын тегістеп пышақпен кесіп шығамыз. Енді тортымызды құрастыруға кірісеміз. Барлық атылған корждарымызды пакетке салып, оқтаумен сатамыз. Тортымызды құрастыруға кірісеміз. Міне біздің креміміз. Креміміз сгущенка сияқты болды. Аздап біздің торттың астына қоятын подложкамызға крем жағамыз аздап. Үстіне бірінші коржымызды орналастырамыз. Және кольцомызды кигіземіз. Енді кремімізді жағамыз. Екінші коржымызды орналастырамыз. Кремімізді құямыз. Және лопатканың көмегімен біркелкетіп жағып шығамыз. Енді ең соңғы коржымызды салып крем жағып жатырмыз.
Енді тоңазытқышқа бір түнге немесе 4-5 сағатқа қойып аламыз. Біз корждарымыздың айналасын кесіп алған болатынбыз. Енді оны оқтаудың көмегімен сақтаймыз. Біздің тортымыз тоңазытқышта тұрған болатын. Енді біз оны сақинашадан аламыз. Айналасын түзеулеп шығамыз. Енді біз тортымызға крошкамызды себеміз. Сонымен достар, біздің Наполеон тортымыз дайын. Сіздер жасап көріңіз, өзіңізді және жақындарыңызды дәмді тағамдармен қуантыңыз. Сіздермен бірге болған мен Құралай Орынбасарова. Келесі видеоблогта жүздескенше.